Ардама қош келдіңіздер. Бүгін ерекше ұлуға ұқсайтын тоқаш пісіреміз. Неге ерекше десеңіздер, 15 минутта дайын болады, өзі пеште емес, табаға қуырылады. Онда бастайық. Ыдысқа бір жұмыртқаны жарамыз, қантпен араластырамыз, тұз саламыз, жылы айран құямыз. Қамыр көтерілу үшін соданы сірке суымен сөндіреміз. Араластырып, илеуіштен өткен ұнды сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған соң 5-10 минутқа бетін жауып демалдырып қойыңыз. Оған дейін май құйып, табаны қыздыра беріңіз. Ұн сеуіп, қамырды жайыңыз. Қамыр сондай әдемі жұмсақ болады, тез-ақ жайылады. Сары майды ерітіп құйып, жағып шығыңыз. Қалауыңыз болса, мейіз, мақ қоссаңыз да болады. Нығыздап, тартып, орама рулет жасаймыз. Майыңызды қатты отта бір қыздырып алғаннан кейін орташа отқа қойып, екі жағынан қуырып шығыңыз. Сұйық май міндетті түрде ортасына дейін жетіп тұру керек. Әйтпесе тоқаштарымыз піспей қалады. Қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіз болады. Бұл таптырмас рецепт аз уақытта аз ингредиенттермен жасалады. Пеште піскендей дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер бейне ұнаса, тіркеліп кетіңіздер, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Шайларыңыз тәтті болсын.